Ассалаумағалейкум, құрметті Туран Хорсес каналының көрермендері. Бүгін Ташкент қаласында қыдырып саяхаттап жүрміз. Мынау Алишер Науайының ескерткіші, музей. Пақтакөр метродан шығып, бұйырса Төле би мавзолейіне баратырмыз. Төле би кезінде қазақтың белгілі билері Қазыбек би және Әйтеке бидің қолдауымен қазаққа Төле би емес Төбе би болып сайланған би болатын. Осы Ташкент қаласында орналасқан мавзолейі бар Төле би кесенесі. Төле би Әлібекұлының мавзолейіне келе жатырмыз. Мінекей бұйырса. Мынау кіре берсе, енді бірақ видео түсіруге болмайтын болуы да мүмкін. Сол үшін қазірше видеоны тоқтатып тұрамыз енді. Төле би бабамыздың кесенесіне кірейін деп тұрмыз, бірақ іште видеоға түсіруге болмайды, сондықтан тек қана сыртынан көрсетеміз. Мынау Төле би Әлібекұлы 1663-1756 жылдары қазақтың қоғам қайраткері шешен ұлы жүздің бас биі Қазыбек Әйтеке билердің қолдауымен 300-ге Төбе би болып сайланған. Артында бүтін билікке Төле би жеткен деген сөз қалған тарихи тұлға. Әлібекұлы Төле бидің атасы Құдайберді би Есім хан мен Тұрсын хан кезінде Есім ханды қолдаған. Төле би кезінде, жас кезінде талай жасы үлкен атақты ағыз билердің алдынан өтіп батасын алған. Төле бала әуелі әкесіне барып, жасы жүзге тақап отырған әкесі ынтымақ ел бірлігі жөнінде әңгіме айтып, Төле қалай еткенде бірлік болады, оның күші қандай болмақ дегенді сұрайды. Сонда әкесі әуелі жауап бермес бұрын баланың қолына бір болма солқылдақ шыбық алдырып, бала мұнан сындырып көрші дейді. Төле буылған шыбықты олай-бұлай иіп сындыра алмайды. Енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы. Ортасынан буылған шыбықты шешіп, біртіндеп пырт-пырт етіп, оңай сындыра береді. Әлібек би, бұдан не түсіндің балам дейді. Сонда Төле бала, түсіндім әке, бұл мысалымыздың мәнісі ынтымағы, бірлігі мықты елді жауды дауды ала алмайды. Саяқ жүрген таяқ жейді демекші. Бір ынтымақ жоқта жауда дауды оп-оңай алады дегеніміз ғой. Бәрекелді балам, ел билеу үшін алдымен елді ауыз бірлікке, ынтымаққа шақыра білу керек. Баққа қайда барасың дегенде, ынтымаққа барамын деген мәнісі осы депті. Енді осы орайда Төле бидің бір бала күніндегі бала би атанып жүрген кезіндегі жасаған биліктерінің шешкен дауынан кішкене бір үзінді оқып кетсек. Ертеде Шу өзенінің Балқашқа жақын жайылым алқабында Үйсін мен Арғын тайпаларының белді бектері таласыпта. Екі жақтың да билері бас қосып, кеңесіп бәтуаласа алмайды. Көпшілікке еріп барған 15 жасар Төле би билік айтушыларға көңіл толмайды. Ол ақ деп бағалар, о жақсы ағалар, өзегі талса ел бітер, өзен бойын жағалар деп сөз жасай бергенде, ата тұрып ол сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без деуші еді. Ана бала кім өз дейді, төрде тұрған би. Төле қасқая қарап тұрып, о би ата, 13-те отау иесі демес пе, кінәнім бе, келіп қалсам 15-ке. Сөз сөйледім, бұйыра көрмеңіз айыпқа. Алакөз болу ағайынға, адамға лайық па? Деп бір тоқтады да, төрде тұрған биге былай да сауал қояды. О, егі асқар тауымыз, әділ ме осы дауымыз? Жар астында тұрғанда жасырынып жауымыз. Сонда әлгі би, қой асық демеңдер, қолыңа жақса сақа тұт. Жас кіші демеңдер, ақыл асса аға тұт деген екен. Қой балам, билік саған бердім дейді. Төле бала жұлып алғандай
сары табақтан сарқыт қайтады деген. Билікті маған берсеңіз, Шу өзенінің оң жағын үйсін, сол жағын арғын жайласын. Бұған қалай қарайсыздай дейді. Бұл шешімге екі жақта риза болып, бітімге келіп алды. Сонда төрдегі би, үй баласы ма деп едім. Ел баласы екенсің. Әй маңдайлы арысым, ауылыңның таңы бол, маңдайындағы бағы бол деп бала Төлеге бата берген екен. Осыдан бастап Төленің аты шығып, ел арасында дау жанжал келіссөздерге араласып, билік айта бастаған екен.